Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге 5 минуттық салатты жасайтын боламыз. Өте жылдам, қарапайым заттармен сондай өте дәмді салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі балғын қиярымызды кубиктап турап алатын боламыз. Және де барлығын сол сәтте тарелкамызға кесіп жайғастыра беретін боламыз. Ең астыңғы бөлігіне қиярымызды, содан соң алдын ала піскен жұмыртқамызды да кубиктап турап, қиярдың үстінен жайғастыратын боламыз. Өте оңай, үсті-үстіне қойып, дайындала салатын салаттардың бір түрі. Содан соң қызанағымызды да кубиктап турап алатын боламыз. Әдемі түс болу үшін жасыл, ақ, қызыл түстерді араластырдық. Сонда түсі өте әдемі көрінеді. Содан соң қызанағымызды орналастырып, үстінен дәміне қарай кішкене тұз сеуіп жіберіңіздер. Содан соң консервідегі жүгерімізді жайғастырамыз. Барлық жерлеріне осылай шашып орналастырыңыздар. Сонда салаттарыңыз өте әдемі көрінеді. Содан соң ірімшігімізді, яғни сырымызды да ұсақтап, кубиктап турап алыңыздар. Тым ірі болудың қажеті жоқ, ұсақ болса өте әдемі көрінеді. Барлығын осылай ұсақтап, кубиктап турап алыңыздар. Сырымызды үстіне орналастырып шығамыз. Және де оның үстінен осындай кирешкиді орналастырыңыздар. Бұл салатқа өте ерекше дәм береді. Содан соң майонезді дәл осылай үстінен құйып шығыңыздар. Осымен біздің өте оңай 5-ақ минутта жасалынатын салаттарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта менің каналымда көптеген рецепттер болады. Каналға тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.